Қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге Казтептің қолданбасын қолдану арқылы қалай пробный тапсыруға болады, соны толыққанды түсіндіремін. Мына жерде оң жақта менің телефоным орналасқан, сол жақта мен сайт версиясымен көрсетемін. Сіздер бірінші очередте kastep.kz деген сайтқа кірулеріңіз керек. Міне kastep.kz деген сайтқа кіресіздер. Осыны аласыздар, көшіресіздер, қоясыздар. Осы авторизация бетіне сіздерге жібереді. Енді мына жерге сіздер GSM-мен кірмес бұрын бірінші телефоннан Кастеп деген қолданбаны тартып аласыздар. Оны тартқаннан кейін бұл жерге тіркелесіздер. Өздеріңіздің GSM-деріңізді жазып. Мысалы мен өзім GSM-мен тіркеліп көрейін. Мысал ретінде қойған GSM-ім кіру. Кірген кезде осылай сізге кіресіз. Егер тіркелмеген болсаңыз ат жөндеріңізді толтырасыздар, телефон нөмірлерін толтырасыздар, барлық таңдайларыңызды толтырып осылай кіресіздер. Кіргеннен соң мына жерде өздеріңіздің тіркелген иіндеріңіз тұрады, ат жөндеріңіз барлығы толық. Енді сайтқа кіру үшін сіздер мына жерге осы иінді жазып кірсеңіздер болады, немесе QR арқылы істесеңіздер болады. Егер QR арқылы былай басып істесеңіздер, телефонда астының жағында вебке QR-мен кіру деген болады, настройка жағында мына жерде. Осын басып сіздер осыған сканерлеп кірсеңіздер болады. Немесе просто так мына жерге GSM жазсаңыздар болады. Мен мына телефонға кірген GSM-ді осына жазып кірейін. Мен танып тұр уже, мен тіркелдім, өйткені мені ол сайттан біледі. Осындай. Сәлем, Қазбек деп тұр. Енді мен сіздерге промокод беремін. Яғни мысалы 30 оқушыға, 50 оқушыға деген сияқты промокод жасап беремін. Сол промокодтарды сіздер қай жерге қоясыздар? Мына жерде кнопка басасыздар, промокод енгізу деген. Мысалы мен өзімде промокод бар, бір адамға арналған, соны енгізіп қояйын. Енгіземіз. Сіздерге мысалы 30 оқушыға бердік қой, 30 оқушы осылай сайтқа кіріп, әрқайсысы осы промокодты енгізу керек та. Жалғастыра басамыз. Интернет жақсы болу керек, асықпау керек. Сайтты жаңартып жібермеңіздер. Барлық кірген жер тез басылғанша толық іштен басып өзгертіп былай қоймаңыздар, сөзі ошибка болмайды. Шығармашылық таңдап тез бастайды. Ал таңдау пәндері бар, таңдау пәндерін таңдайды. Мысалы математика, информатика деген сияқты тез бастайды. Тест басталды. Мына жерде ескерту тұр. Тест аяқтағаннан кейін міндетті түрде нәтиже экраны ашылғанын күту керек дейді. Тест просто аяқтадым, шығып кетпеу керек. X басшы, жауабын күткен дұрыс болады, сөзі барлығы дұрыс жұмыс істейді. Осылай тестті тапсырып, оқушылар өздерінің білгендерін белгілеп, қарап былай сұрақтарды осылай белгілей береді. Суреттерін көрсе болады, мысалы үлкейтіп, жауаптарын белгілейді дегендей мені. Қайсы жауаптар осы сондай. Кәдімгі ОБТ онлайн компьютерде ыңғайлы. Осылай белгілейді. Енді белгілегеннен соң тест аяқтайды. Немесе мына жерден аяқтаса болады, тест аяқтау деп. Егер апелляция болады, мысалы мына сұрақта 40-шы сұрақта апелляция бар болса, қате таптыңыз деп апелляция деп жазып жіберсе болады. Немесе өзінің қандай қате болды, соны жазып жіберсе болады, өзінің түсінігі бойынша. Тест аяқтайды. Тест аяқтағанда 2 қосылған біріне 3 дей саламыз. Жіберу. Тест нәтижесі менде 1 ұпай болды 140-тан. Осылай өзінің нәтижесін былай көрсе болады. Сосын сіздердің барлық оқушыларыңыз аяқтаған кезде маған жазасыздар. Мен өзім сіздерге жаңағыдай общий экзельмен нәтижесін жіберемін. 50 оқушы болса 50 оқушының тізімін жіберемін, 30 оқушы болса 30 оқушының тізімін сіздерге экзельмен жіберемін. Жалпы осылай. Қиын ештеңе жоқ, бәрі оңай.